Дулат Исабековтің Гауһартас повесі бір қарапайым қазақ отбасының тағдыры арқылы адам мінезі, махаббат пен қатыгездік, мейірім мен өкініш сияқты терең өмірлік мәселелерді қозғайды. Шығармада әке-шешесі және екі ұлы бар отбасының тұрмысы суреттеледі. Үлкен ұл Ыбыш мінезі қатал, тұйық, салмақты жігіт. Ол көбіне жылқы шаруашылығымен айналысып, сезімін сыртқа білдірмейтін, өз дегенінен қайтпайтын адам ретінде көрінеді. Ал кенже ұл Қайыркен, Қайырғали, мүлде басқа болмыстағы жан. Ақ көңіл, мен өнерге жақын. Атанасы тұңғыш ұлы Ыбышты үйлендіруді ойлайды. Осылайша Ыбыш Салтанат есімді сұлу да нәзік, ақжарқын қызға үйленеді. Салтанат ән айтқанды жақсы көретін, арманы асқақ, қиялшыл, жүрегі мейірімге толы жан. Ол келін болып түскен күннен бастап бүкіл отбасының көңіл-күйін өзгертіп, үйге жылулық пен шаттық әкеледі. Салтанаттың мінезі Қайыркенге жақын болғанымен, ол қатал мінезді Ыбышқа да бар ықыласымен жар болуға тырысады. Алайда Ыбыш әйеліне мейірім танытпайды. Ол Салтанатты өз билігінде ұстағысы келіп, үнемі қаталдықпен, бұйрықпен сөйлейді. Салтанаттың нәзік жанын, ішкі сезімін түсінуге тырыспайды. Бірде Салтанат күйеуінің рұқсатынсыз атқа мінгені үшін Ыбыш ашуға беріліп, оны қамшымен сабап жібереді. Бұл оның қатыгез мінезінің шегі еді. Қыстың қақаған боранында қой іздеуге шыққан Салтанат сол күні жоғалып кетеді. Ақ қар, көк мұздың арасында ес-түссіз жатқан оны Қайыркен тауып алады. Бұл сәт Қайыркеннің мейірімділігі мен адамгершілігінің айқын көрінісі. Уақыт өте Салтанат есін жиып, оңала бастайды. Алайда тағдыр оған ұзақ өмір сыйламайды. Көп ұзамай Салтанаттың толғағы басталады. Қайыркен дәрігер шақыруға кеткенімен бәрі кеш болады. Әлсіреген жүрек бұл ауыртпалыққа шыдамай, Салтанат жүрек ауруынан көз жұмады. Ол бұл өмірмен ешкімге өкпе артпай, бір ауызда наз айтпай қоштасады. Ал Ыбыш үнсіз қалады. Оның сол үнсіздігінің астарында не жатқанын ешкім білмейді. Кеш келген махаббат па, әлде өмір бойы жанына бататын өкініш пе, ол белгісіз. Повест оқырманды терең ойға қалдырып, қаталдық пен мейірімнің, үнсіздік пен сүйіспеншіліктің адам тағдырын қалай өзгертетінін көрсетеді. Егер де видео пайдалы болса, маған тіркеле кетіңіз. Менің арнамда осыған ұқсас видеолар көп.